Сәлеметсіздер ме оқушылар, 5-ші сынып қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 3-4 сабақ қиялдай алу, ерекше қабілет, тілдік бағдарымыз зат есім және оның түрлері. Оқу мақсаты мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну, анықтау. Зат есімнің мағыналық түрлерін мәтін аясында жалғаулар арқылы түрлендіріп қолдану. Ендеше, бүгінгі сабағымыздың тілдік бағдарына назар аударайық. Заттың атын білдіретін сөздер. Заттың атын білдіретін сөздерге кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтар қойылады. Мысалы, салтанат, сүт, азық-түлік, сәбіз, дәрігер, балалар, жануар. Адамға қатысты сөздерге кім, кімдер деген сұрақтар қойылады. Кім? Бауыржан. Кім? Салтанат. Кім? Дәрігер. Кім? Мұғалім. Заттар мен жануарларға қатысты сөздерге не, нелер деген сұрақтар қойылады. Не? Сүт. Не? Үй. Не? Күшік. Балалар, зат есім тұлғасына қарай негізгі зат есім және туынды зат есім болып бөлінеді. Әрине, зат есімдер негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Терезе, жол, қанат сияқты негізгі түбірден болған зат есімді негізгі зат есім дейміз. Ал орындық, белдік, жолаушы, ұшқыш сияқты түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған зат есімді туынды зат есім деп атайды. Аға, қараңыз. Мына ұшақтан от шығып келеді. Оны ұшқын дейді. Бұл да туынды зат есім. Көрме дегенде туынды зат есім екен ғой. Иә, біз көрерменбіз. Көрермен атауы да көр сөзінен туындаған зат есім. Екеуміз қатар тұрған орындарға отырсақ, көрші боламыз. Қайталайық. Негізгі және туынды зат есім. Зат есімдер негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған зат есімді негізгі зат есім деп атайды. Мысалы, терезе, жол, қанат. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған зат есімді туынды зат есім деп атайды. Мысалы, ұшқыш, белдік, көрші. Ал құрамына қарай дара зат есім және күрделі зат есім болып бөлінеді. Зат есім құрылымы жағынан дара зат есім және күрделі зат есім болады. Негізгі зат есім түбір мен жұрнаққа бөлінбейтін, тек қана түбірден тұратын зат атаулары. Мысалы, аспан, жер, спорт, доп, байрақ, әлем. Туынды зат есім түбір мен жұрнақтан тұратын зат есімге қосымша жалғану арқылы жасалады. Мысалы, жеңіс, ерлік, күйші, жақсылық. Күрделі зат есім екі немесе одан да көп түбір сөздерден құралған зат атаулары. Олар біріккен зат есім, кіріккен зат есім, қосарланған зат есім, тіркесті зат есім, қысқарған зат есімдерден құралады. Мысалы, ауыл аймақ, өнеркәсіп, балқаш көлі. Сонымен қатар оқушылар, зат есімдер жалпы есім, жалқы есім болып екіге бөлінеді. Ісінің аты жөні жер су аттары.
жан-жануарға қойылған атаулар жалқы есім деп аталады. Жалқы есімдер бас әріппен жазылады. Мысалы, Қазақстан, Қарағанды, Айша, Ертіс, Ақтөс, Перу, Лима. Сен алдында сұраған қала, қыз, ұл деген сөздер жалпы есімдерге жатады. Мұны да біліп ал. Біргелкі заттардың жалпы атауын жалпы есім дейміз. Жалпы есімдер кіші әріппен жазылады. Мысалы, ұл, қыз, қала, көше, көл. Енді түсіндім. Ұл, қыз, қала деген сөздер жалпы есімдер және олар кіші әріппен жазылады. Ал Перу, Лима, Алан, Том деген сөздер жалқы есімдер болғандықтан бас әріппен жазылады. Қараңыз аға, сіз іздеген Перу мемлекеті және оның астанасы Лима қаласы мұнда екен. О, Ал енді кеттік, үйге қайтайық. Қайталайық. Жалқы есім және жалпы есім. Кісінің аты жөні, жер су аттары, жан-жануарға қойылған атаулар жалқы есім деп аталады. Жалқы есімдер бас әріппен жазылады. Мысалы, Қазақстан, Қарағанды, Айша, Ертіс, Ақтөс, Перу, Лима. Біргелкі заттардың жалпы атауын жалпы есім дейміз. Жалпы есімдер кіші әріппен жазылады. Мысалы, ұл, қыз, қала, көше, көл. Жалпы есімдерге мемлекет, қала, өзен, көл, тау, ұл, қыз, тағы да басқа сөздер жатады. Ал Қазақстан, Астана, Есіл, Титикака, Тянь-Шань, Алан, Дана сияқты атаулар жалқы есімдерге жатады. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тілдік бағдарымен таныс болсаңыздар, ендеше дәптерімізді ашып, бүгінгі күн ретін жазып, жазбаша тапсырмалар орындаймыз. Қалауыңызша 2-3 зат есім болатын сөзді алып, төмендегі үлгіге сүйене отырып, талдау жұмыстарын жүргізіңіздер. Келесі тапсырма. Оқулығымыздың 99-шы бетіндегі 7-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Мәтінді оқып шығып, мәтіннен кім, не деген сұрақтарға жауап беретін зат есімдерді тауып дәптерлеріңізге жазыңыздар.